Ассалаумағалейкум достар, бүгін қырғыз елінің спортшысы Мықтыбек Оралбайұлының жекпе-жегін, алдағы жекпе-жегін талқылайтын боламыз. UFC 308 Абу-Дабиде өтетін турнирде өнер көрсетеді. Қырғыз жігіттер, қырғыз бауырларым болса, каналыма қош келдіңіздер. Қызық болса жазылып отырыңыздар, пікір қалдырыңыздар комментарийде. Қарсыласы Матеуш Ребецкий, бұл Польша елінің өкілі. Қазір статистикасын компьютерде ашып қойдым, өзім жекпе-жектерін қайта қарап, бұл екеуінің ойға түртіп қойған дүниелерім бар. Қазір соның барлығын ортаға салып отырайын. Ребецкийден бастайық онда. Жасы 31-де, Польша елінің өкілі. Фен деген жергілікті лиганың чемпионы. Ол бүкіл жерде бар ақпарат. Бұны қатты қайталамай қояйық. Бұл спортшының ерекшеліктеріне келеді. Мысалы, жалпы былайша айтқанда шығармашылығымен танысып көрейік. Ең алдымен көзге не көрінеді? Бірден Ребецкийдің жекпе-жектерін қараңыздар. Бұл шабуылдайтын жігіт. Яғни жекпе-жек барысында өте бір сондай агрессиялы. Және көбінесе аяқты тұрып айқасқанды жөн көреді, бірақ күрестен бас тартпайды. Және көбінесе орта қашықтықтан мынадай бір өзінің денесі тығыншықтайды. Жалпы 70 келіге бойы сәл аласа да, бірақ денесі мығым. Осындай бір жеңіл ауыр соққылармен, жеңілдеппін ғой, қысқа қашықтыққа жақындап ауыр соққылармен кіретті. Міне осында бастап бір қиыншылық тудыратын тұс осыда. Өйткені соққылар сондай бір керемет техникалық болмаса да, бірақ өте ауыр соққылар жасайды және кейде траекториясын түсіну қиын. Ондай бір керемет комбинация жасамайды, өте қарапайым, былай атқылау, бірақ енді Құдай күшті берген екен бойына. Тейкдаундар да сондай айтпақшы, мысалы, қазір Оралбай жайлы айтатын болсақ, Мықтыбек ол енді қалай дегенмен техника үйренген адам да, оның тейкдаундар алуан түрлі. Ал Матеуш бір домкрат сияқты қимылдайды да, келеді, былай тігінен ұялмай, қызармай бас салады кірген кезде тейкдаунға. Алады да бүйтіп күшке салып көтеріп алып, кәдімгі домкрат сияқты да. Кейбір тейкдаундарын көрсеңіздер, мысалы, енді орындау техникасын бұзып, дұрыс істемей, бірақ күштің арқасында, белдің, аяқтың арқасында жұлып алады да жерге қадай салады. UFC-ге дейінгі жекпе-жектерін қарасаңыздар, сондай байқалады. Енді бұл бойдың аласалығы және екіншіден бұл дененің тығыншықтай болғанның әсерінен көбінесе қарсыластардың барлығы бой ұзын, оларды көтеріп алу оңайда. Яғни бұл сондай бір әмбебап жігіт. Егер стойкаға келетін болсақ, андай бір керемет техничный емес, былай перебивать етіп жүретін адамды, соққының арқасында. Бұл керек десең, кәдімгідей құлаштай ұрып, жақындай кеп салып жіберуі мүмкін, құлатып тастауы мүмкін, нокаутқа жіберуі мүмкін, нокауттар көп бұл жігіттің. Күреске келетін болсақ, күресте де бір жағынан толықтай күресі жоқ. Мысалы, таза еркін күрес стилін алатын болсақ, енді Мықтыбекке жете алмайтын шығар, бірақ партерде өте қауіпті. Кейде тіпті аяққа ауырту әдістерін жасағаны бар және техникалық тұрғыдан өте жақсы орындаған бұл әдістерде, яғни партерден хабары бір шама бар екен байқалып отыр, яғни партерде өте қауіпті. Бұл спортшының осындай бір ерекшелігі бар. Сосын енді жаңа айттым ғой, бұл бірден жақындап келіп орта қашықтықтан ұрады. Бірақ бұның бір теріс жағы да бар, өте көп соққы өткізеді. Өзі көп соққы жеткізеді, бірақ өз стилінің өзі құрбаны болып, соққы көп өткізеді, қарымта соққы. Яғни оның соққы жасау және өткізу статистикасы өте жоғары. Бірдей деуге болады, бір-бірімен алып салыстырып қарайтын болсаңыздар. Сосын тағы бір сәт бұл тейкдаундар. Тейкдаундардан қорғану деңгейі енді төмен деп айта алмаймын, бірақ орташа деңгейде, яғни Мықтыбектің скиллдерін, машығын, техникасын алатын болсаңыздар, тәп-тәуір жету керек тейкдаун жасауға. Сосын дәл осындай стилдің кесірінен кейде Матеуш өз осы жекпе-жек басталғанда қарқынды көтеріп жібереді, өзі шыдамай қалып жатады. Өзі ұсынған қарқынды өзі көтере алмай шаршап қалып жатады. Әсіресе 3-ші раундқа қарай функционалдық дайындығы сыр беріп жатады. Бұл UFC-ге келгенде байқала бастады. Мұнда да бір гәп бар. Қазір ойға түртіп отырайық функционалдық дайындығын Матеуш Ребецкийдің. Ал енді өзіміздің бауырымыз Мықтыбекке келетін болсақ, Мықтыбек бұл ең алдымен күреске ден қоятын адам. Жаңға Ребецкий сияқты енді универсал әмбебап жігіт деп айта алмаймыз. Стойкада бар, аяқта тұрып төбелеседі, бірақ көбінесе байқасаңыздар соққыларды
мынандай бір керемет комбинация жасамайды да. Мықтыбектің басты мақсаты бұл соққы арқылы жақындау. Партер және енді MMA грэплинг дегенде шынымен де тамаша. Жерде ұстау және Мықтыбектің бір жақсы жағы бұл партерде әрдайым қауіп төндіруді. Яғни былайша айтқанда одеяло деп айтамыз ғой, бүйтіп жатып алу деген жоқ. Ол қарсыласты аударды ма, ол партерге жіберді ма, болды. Ары қарай басталады тағы да. Не қылқындыру ауырту әдістерін іздейді, не шабуыл іздейді. Әрдайым жай ғана былай торға тіреп ұстап тұру, жерге қойып ұстап тұру деген жоқ. Осындай бір қасиеті бар, яғни өте белсенді грэплинг. Сосын тағы да бір ойға түртіп отырған дүние, бұл жаңа соққыларға келетін болсақ, комбинация аз, тек қана осы жақындаудың амалын іздейді, және функционал дайындық. Әрдайым қысым көрсетеді, және қатты бір терең тыныс алып шаршап жүрген Мықтыбектің бұрын-соңды байқаған жоқпыз. Сосын жоғарыда айтып кеттім, Мықтыбектің тағы бір қасиеті бұл тейкдаундардың алуан түрлігі да, әртүрлі тейкдаундар жасай алады. Яғни біркелкі өзінің бір-екі коронкасы барда шығар, бірақ жалпы алғанда жекпе-жектерін алып қарайтын болсаңыздар, тейкдаундардың алуан түрін жасай алады да. Бұл жағынан Матеушке кішкене қиын болады. Өйткені Матеуш бұл таза ММА-ге бейімделген дүниелерден ғана қорғана алады. Мысалы, аяққа өту деген сияқты, торға барып тіреліп тұрып алу, аяқтары мынады, енді шынымен де тордан жақсы қорғана алады. Бірақ бұл жерде техникамен Мықтыбек алып кетуі мүмкін, және екі фактор шешуші болады деп өзім ойлап отырмын бұл жекпе-жекте. Бұл ең алдымен жаңағы тейкдаундардың алуан түрлігі. Яғни бір нәрсе өтпесе, екінші бір әдіске көшіп кетуі мүмкін Мықтыбек Оралбайұлы. Екінші бұл функционал дайындық. Ребецкий әсіресе жекпе-жек басталғанда өте қауіпті да, шаршамай тұрып, терлемей тұрып, күші көп бұл жігіттің, соққысы ауыр болады жекпе-жектің басында. Уақыт өткен сайын күші сарқыла бастайды. Ал Мықтыбек мысалы бірінші раундта тейкдаун жасап алса, бұның грэплингі, күресі бұл қарсыластан көп энергияны алып қояды да. Яғни қорғанам дегенше денесі тығыншықтай, бұл жігіттер мынадай, ананың барлығына кислород керек, ол тез шаршатып жібереді. Осындай бір ойға келіп отырмын. Енді кейбір жерлерден оқыдым, басым көпшілігі түсінуімше Ребецкийді тәжірибелі деп есептеп фаворит деп отыр. Енді бұнымен де келісуге болады. Өте қауіпті жігіт, соққылары ауыр, және грэплингте қауіпті. Былай қарасаң, стойкада тіпті басым болып шығуы да мүмкін. Матеуш Ребецкий, ал партерде мысалы соңғы бразилиялыққа қарсы Мықтыбектің төбелескен жекпе-жегін қараған боларсыздар, біраз қиыншылықтар болды. Бірнеше сабмишнға түсіп қала жаздады деген сияқты. Партерде де қауіп төндіре алады. Бірақ бұл жерде жекпе-жектің басында бірден сондай бір қауіпті сабмишн болып қалуы екіталай. Ал уақыт өткен сайын бұны жасау қабілеті төмендей бастайды. Яғни Мықтыбектің осындай бір энергияны күшті алып қоятын грэплингі қатты шаршатып жібереді. Осы соңғы қазір есін айтайын сіздерге, бразилиялықтың Элвис Бреннерге қарсы жекпе-жекті қарап шығыңыздар. Қарамасаңыздар, шамамен осындай мәнерде Мықтыбек Оралбайұлы жеңіске жетеді деп есептеймін. Өйткені Мықтыбектің тағы бір қасиеті бұл жұмысқа деген қабілеттілік. Яғни тұрақты бір қарқынды ұстап 3 раунд бойы жүре бере алады да. Ал Матеуш Ребецкийдің біз ондайын көрген жоқпыз әлі. 4 жекпе-жегі бар, UFC-де 3-ін қатар ұтқан. Диего Феррейраға соңғы жекпе-жегінде ұтылған. Енді бұл Феррейра ардагер, былайша айтқанда UFC-дің бірде ұтылып жүрген спортшы, жасы 40-қа келіп қалған. Соған күтпеген жерден 3-ші раундтың соңында жекпе-жек міне аяқталды деген кезде ұтылып қалған болатын. Мықтыбекті шамамен осылай қысым көрсетіп, не раундтың соңына, 3-ші раундтың соңына ұтып кетуі мүмкін мерзімнен бұрын. Бірақ менің пайымдауымша бұл жекпе-жек 3 раундқа созылады, және шамамен осы Бреннерге қарсы жекпе-жекке ұқсас мәнерде болады деп ойлаймын. Төрешілердің шешімі бір ауызда, не 2-ге бөлінуі де әбден ықтимал. Сәл де болса басымдықты Оралбайұлына беріп отырмын. Дәл осы стилінің ерекшеліктерінің арқасында, және ең басты қасиет бұл жерде шешуші фактор, яғни жұмысқа деген қабілеттілік, работоспособность деп айтады орыстар, яғни тұрақты түрде қысым көрсетіп, шабуылдап отыру, қарсыласты әрдайым шаршатып отыру, осындай бір факторлар бұл жекпе-жекке әсер етеді деп есептеймін. Ребецкий мен
Оралбайұлының жекпе-жегіне қатысты осындай ойларым бар. Құрметті көрермен, мені тұрақты түрде тыңдап, бірақ жазылмай жүрсеңіздер боларым ұят. Жазылып отырыңыздар. Бұл да маған бір кішігірім ынталандыру, мотивация. Одан бөлек менің Инстаграм каналым бар, Телеграм каналым бар. Әсіресе Телеграмда ММА-ге қатысты анда-санда бірдеңелер жазып тұрам. Сонда жазылып байланыста болуға болады. Мына жекпе-жекке қатысты өз ойларыңды ортаға салып жаза отырыңыздар. Алдағы уақытта дәл осы UFC 308 турнирінде болатын мейн ивент пен ко-мейн ивент жайлы да болжам жасауға тырысамын. Осылай, құрметті көрермен, сіздердің енді кері байланыстарыңызды күтемін. Комментарийде бұл жекпе-жекті талқылап көрейік.